Жолдастар, бүгін бізде қонақта Steppenwolf баспасының негізін қалаушы және басшысы Раиса Қадыр ханым. Біз бүгін Раиса ханыммен бірге оның өмірі, оның қанша тіл білетіні және неге онша тіл білетіні, жалпы Раиса ханымның жеке өмірі, одан бөлек оның бизнесі, баспа бизнесі туралы қыр-сырларын білетін боламыз. Әртүрлі көзқарас, адамға болма қас, бостандық үшін сен сана. Керек теңдік, еркіндік, керек теңдік. Жолдастар, сәлем, көзқарас подкастының кезекті шығарылымы. Бүгін қонақта керемет жан, мен үшін қымбат жан. Жақында таныстық, бірақ аз уақыттың ішінде бір-бірімізге жақын болып қалдық. Менің ойымда солай. Steppenwolf баспасының негізін қалаушысы, басшысы Раиса Сайран Қадыр. Рахмет келгеніңізге. Сіз келерге дейін біраз сіз туралы ақпараттарды қарадық, әрине. Танысқаннан бері біліп жүрмін. Жалпы біз қалай таныстық? Маған Раиса ханым өзі жазды. Менің ассистентіме жазды. Сөйтіп чайға шақырды, баспаға. Ана баспаны көрген кезде енді мен құладым. Алдында мен Steppenwolf естігенмін, бірақ қазбалап қарамағам. Немен айналысады бұл баспа? Әйтеуір кітап және Steppenwolf деген түсінемін. Бірақ та сол жаққа барған кезде, баспаның өзін көрген кезде, оның артындағы тұрған команданы көрген кезде мен енді таң қалдым. Осыншама жұмыс жүргізіп жатқанына. Содан бері жақынбыз, содан бері бірнеше рет кездестік. Бүгін біз Раиса ханымды тұлғалық тұрғысынан ашқымыз келеді, және де бизнес-вумен тұрғысынан да ашамыз деп үміттенеміз. Бүгін менімен бірге Әсел Налыбекова, менің соведущием. Соведущиенің қазақшасын осы түсінбей қой, қалай аударсақ болады екен. Менің жүргізушім, камера сыртында Тамирис Кушалиева, біздің режиссер, бізге тоқта жүрде отыратын адам. Одан бөлек бізде подкастта осы жерде біздің түсірілім тобы бар, өте үлкен команда жұмыс істеп жатыр. Астанада Жанерке отыр, бізге бізді қолпаштап, бізге ақпарат жіберіп. Сондықтан да осындай леппен, осындай көңіл күймен бастайық. Үлкен командамен. Сізге ұнайды деп үміттенеміз. Өте қуаныштымын. Көп рахмет шақыруларыңызға. Осылай керемет жаңа подкаст бастап, керемет қадам бастап жатқандарыңызға өте қуаныштымын. Құтты болсын деп айтамын. Ерекше қонақ ретінде шақырғандарыңызға көп рахмет. Сіз туралы енді біз алдында дайындалдық деп айттым ғой. Сіз тек кәсіпкер ретінде көреміз, бизнес-вумен, баспагер ретінде білеміз. Бірақ та бүгінгі әңгімені сізді жай ғана Раиса туралы білгіміз келеді. Қайдан сіз, үйде қанша бауырсыздар, сіздің қайда оқыдыңыз, мысалы бізге қызық, 7 тіл білетін адам. Қай жерден ол 7 тіл? Осының бәрін білгіміз келеді, айтып берсеңіз. Мен өзім Монғолияның Улан-Батор қаласында тудым. 1982 жылы, ит жылғымын. Отбасымызда бізде 4 бала, ата-анам көп жылдар сол шетелде дипломатиялық корпуста жұмыс істеді. Мамам өзі филолог, Алматыда филфак бітірген Казгудың, әкем МГИМОны бітірген Мәскеуде. Сонымен олар, мамам осы Алматыда оқып, оқуын тамамдаған кейін, әкем де бірге тамамдап Москвадан екеуі қайтадан Улан-Баторға қайтады. Ол екеуі жалпы өздері Монғолияның Баян-Өлгей батыс аймағы, Баян-Өлгейдің тумасы, сол жақта жаңағы қазақ диаспорасы сол жақта тұрады, Монғолияның. Руым Керей, ішінде Жантекей боламын, қазір Ержанбектен біздің ата-бабамыз бар. Осылай сол азғантай Монғолияда тұрған қазақтардың арасында отбасында тудым. Әке-шешемнің осы жұмыс бабымен көп жылдары шетелде тұрдық. Әсіресе таяу шығыста. 2 әпкем бар, 1 інім бар. Осылай 4 баланы асыраған керемет ата-ананың 3-ші баласымын мен. 3 қыз бір ұл. 3 қыз бір ұл. Академиялық семья, сол дипломатиялық, академический, сондай интеллигентный, зиялы осындай отбасыда тудым, шүкір. Шынымен де, осылай негізі балалық шағым өте қызықты өтті деп ойлаймын.
өмірімнің жалпы көп уақыт шетелде өтті. Шетелде өткенмен бізді ата-анамыз жаз сайын ауылға апарады. Демалыс болма, бітті, ата жеңген барасың. Кеттік деп бәріміз жиылып ауылға кететіміз. Сол да көп себеп болды, жаңағы қазақи мынандай болмысымызды сақтап қалуға. Біз мен кішкентайымнан 4 жасымнан Мысыр деген елде, Мысыр елінің Каир қаласында тұрдық. Әкем сол жақта дипломат болды. Кейін Түркияда тұрдық, Анкара қаласында. Қайтадан Мысырға келдік. Мысырға келгеннен кейін әкем көп жылдары таяу шығыстағы басқа мемлекеттерді басқарып отырды. Сондықтан жаңағы Эмират сияқты, Кувейт сияқты, Саудия, немесе жаңағы Палестина, Израиль деген сияқты мемлекеттерге жиі барып тұрдық. Сонымен сол мені қалыптастырған жаңағы қазақи отбасылық мынандай дәстүр, одан кейін таяу шығыс болды. Сонымен қатар мен орыс мектебінде оқыдым. Сол Мысырда, Ресейдің елшілігінде, одан бұрын жаңағы Кеңестік одағының елшіліктік мектебінде. Сонымен орысша оқып, арабтардың арасында ойнап, мысырлықтардың арасында үйде қазақша сөйлеп, осылай өстік. Қандай? Да, вообще. Микс. Қызық қой өмір. Бұны негізі дипломаттар отбасылардың арасында бұл айтады third culture kid деп, жаңағы үшінші мәдениетті қалыптастырған сондай бала өмір деп айтады да. Яғни мен қазір бертінге дейін, мүмкін 35-ке дейін өзімнің кім екенімді толық түсінбей келгем да. Бір қарасам мен таяу шығыстың барлық мәдениетін, дәстүрін, әндерін, тамағын жақсы көріп, сағынып, соны жақын тұтам. Келе жағынан, яғни орысшада кітаптарды бәрін оқимын, достарым бар арасында, оларды жақын тұта аламын. Европаға барсақ та, мысалы, немістердің арасында да еркін жүреміз. Ұлыбританияға, не Америкаға барсақ та тілін жақсы меңгергендіктен олардың арасында өзің сияқты жүре бересің. Яғни өзіңді олардан тыс бөлек көре алмайсың, солардың бір бөлшегі ретінде де көре аласың. Бір жағынан ол тек мысалы біз ойлаймыз ғой, тілді білсек шектелмейміз деген сияқты. Ол тілдік қана шектеу емес, ол сіз бала кезіңізден сол әртүрлі ұлттар, өйткені ол посольстволық мектептерде басқа ұлттарда болды ғой. Солардың ортасында жүргендіктен это обычная среда, считаю. Негізі сіз ойламайсыз ба, сол қазаққа тән қасиет деп, олай бүкіл обществоға кіріп кете беретін? Рас, сол қазақтарға тән. Қасыңыздағы достарыңыз да қалай болды басқа мемлекеттерден? Достарым көп. Дүние жүзінде жаңа мен алғаш Фейсбукқа не үшін кірдім деген кезде сол достарым табу үшін кірген бірінші. Одан кейін барып жалғасып, ары қарай жүріп кеттік қой. Сол дүние жүзінде шарлап кеткен достарым өте көп. Қазір бәрі әртүрлі лауазымда, әртүрлі мемлекеттерде өмір сүріп жатыр. Соларға қарағанда сіздің адаптацияңыз тезірек болды ма? Негізі жалпы балалық кезінен шетелге шығып өмір сүрген балалар қай жерге барса да жылдам адаптацияға түседі. Ал шетелге көп шықпаған, өмір көп өзгеріс көрмеген балаларға қиынырақ болады. Мына жерде енді бейім болу керек қой әрбір нәрсеге, иә. Бірақ әсіресе біздің қанымызда бұл қазақи дәстүр бар, өмір салты бар, көшпенділік деген. Біз үнемі көшіп жүрдік, ата бабамыз жаңа қыстаудан жазғы жайлауға қарай көшті, жайлаудан күзеуге, күзеуден қайтадан қыстауға деген сияқты мәңгі көшіп жүрдік. Сондықтан табиғатқа байланысты, сол маңайдағы жаңағы өмірге байланысты бәрін өзімізді бейімдеп, сіңіп, жылдам өзімізге керекті не бар, керекті ақпараттың бәрін өзімізге алып, үйрену керек не бар, соны өзімізге сіңіріп алып, жақсылықтың бәрін. Солай жүріп кететін халықпыз негізі, өте мықты халықпыз. Сіз алғашқы таңдаған мамандығыңыз саясаткер? Мен алғашқы таңдауым сол саясаттанушы болды. Саясаттанушы, иә? Соны папаңыздың жұмысы соған әсер етті ма? Не үшін ол мамандық таңдадыңыз, саясаттанушы, политолог? Негізі әкемнің жолын қуғанмын. Әкем арабтанушы болды. Мен үшін жаңағы Каир қаласында бұл таяу шығыста барлық идеология, жаңағы діни идеология болсын, саяси идеология болсын, мәдени идеологиялар бәрі таяу шығыста Каир қаласында.
андай ортақ болып тіркелген. Сол себептен соның бәрін зерттеу, соның бәрін түсініп тану өте қызық деп әкемде айтқанда. Оны енді кейбір кезінде айтып отыратын, кейбір кезде өзімді бақылап түсініп отыратын, өйткені басқа адамдармен әңгімелесіп отырған кезде шіркін мыналарды да мен де білсем деген. Соны ар жағынан енді бәрібір ген деген ген ғой жалғасып жатыр. Солай саясаттануға кірдім, ішінде әрине шығыстану, таяу шығыстану болды. Ол жақтың енді саясаты өте ыстық, өте күрделі. Соның бәрін түсіну үшін жаңағы тарихты қазбалап білу керек. Ежелгі тарихтан бастап қазіргі заманауи тарихы, соңғы 100 жылда не болды, жаңа империализм болды, Осман империясы құлады, одан кейін британдықтар келді, француздар келді. Қалай ұлт болып қалыптасты, кейбіреулер қалыптаса алмай қалды, содан болып қаншама соғыс, қан төгіс әлі де жалғасып жатыр дегендей. Идеологиялық тұрғыда әрі бір-бірін қабылдамау, өздерінің идеологиясын ұстап қалу, әлем жаңағы гиганттарының қысымы деген сияқты ықпалы дегенде экономика жағынан, басқа әлеуметтік жағынан болсын, соның бәрін түсіне біле таяу шығыстың осындай мықты профессионал болып шығасыз. Ол мамандық бойынша жұмыс істедіңіз, Ол мамандық бойынша аз ғана уақыт істедім, инвестиция жағынан істедік, ғылыми зерттеу біраз істедім. Оны ары қарай ол отбасылық жағдайға байланысты өзімде қалам солай болды, тереңдетіп оқымадым. Сол жерде таныстыңыз ба? Жігітіңізбен, махаббатыңызбен, жолдасыңызбен? Күйеуіммен біз Улан-Батор қаласында таныстық, ол да Моңғолияның қазағы. Әке шешесі, менің ата-анем қазір менің өзі мама папамның жақын достары болды. Солай, атастырған жоқ па сіздерді? Енді біліп өстік бір-бірімізді, кейін ол енді дос болып жүріп, махаббат болып кеттік. Күшті. Жақсы. Ең күшті отношения ғой. Негізі ең стабильный отношения. қарым-қатынас сол, Өйткені жаңағыдай сен сондайсың ғой, мұндайсың ғой деген артық ой жоқ. Бала кезіңнен білесің, қабылдайсың дегендей сол. Достықтан туған отбасы менің ойымда ең мықты отбасы деп ойлаймын. Мен өзім оқырмандарыма да сөйтіп айтамын. Бірінші дос болыңдар, одан кейін отбасы құрыңдар деп. Өйткені енді ата-апамыз да мен жақын адамдар болғандықтан, енді былай бөтен ауылға барып жатырмын деп ойлаған жоқпын. Келін болып түскен кезде кәдімгі өз үйінде жүргендей болып, солай болды. Подкасттың бүгінгі эпизоды біздің достарымыз вафлның арқасында тәттірек бола түсті. Ерекше, әртүрлі дәмді десерттерден құралған бокстар кез келген отырыстың сәнін келтіреді. Вафл десерттері сіздің әрбір дастарханыңызды мерекелік көңіл-күйге толтыратыны сөзсіз. Сондықтан да 20 сәуірге дейін көзқарас промокоды арқылы кез келген тәттіге 10% жеңілдік аласыздар. Ұмытпаңыздар. Антропология саласын не үшін таңдадыңыз? Қалай келдіңіз? Көбі антропологияны ол жақта жаңағы адамның сүйектерін, бас сүйегі сияқты соны зерттеу деп түсінеді да. Менің бізге өткен Кеңес одағының антропологтары деген кезде сол Кеңес одағының сондай ғалымдардың суреттері тұрады, қасында жаңа бас сүйектер, скелеттер тұрады. Менің ойымда сондай. Біздің оқығанымыз сол social anthropology дейді, әлеуметтік антропология дейді. Бұл жаңағы әлеуметтік социология дейді, халықтың жағдайы, тарихы, мәдениеті, сонымен қатар қалай тарих олардың мынандай әрекеттеріне, мәдениетіне қалай әсер етті, қалай ықпал көрсетті, әрбір топ қалай жұмыс істейді деген соны көрсететін сондай маман. Өте қызық маман. Мен үшін бұл маманды не үшін таңдадым деген кезде мүмкін мынандай подсознание деймін ғой, өзіміздің түпкі санамызда өзімді тануға. Яғни өзімді тану үшін басқа мемлекеттердің, басқа мәдениеттегі адамдар қалай әрекет етті, не болды, қандай қиыншылықтан өтті, сол әрбір қадамдарының себебі не болды деген сияқты
сол тақырыптарды зерттеп түсіну үшін сол екінші мамандығым сондай болды. Бұл маған өте көп көмек көрсетті, өйткені қазіргі жағдайда мен қоғамның ішінде қандай құбылыс болып жатыр, қандай өзгерістер жүріп жатыр, неден болып, себебі қалай, бәрін четко мен соны түсіне аламын. Көзқарасыңыз бөлек. Яғни әлеуметтік психология деген сөз тағы. Жұрттың әрбір әрекетін не үшін жасап жатыр, экономикалық тұрғыда, әлеуметтік тұрғыда неге бұлай болып жатыр дегенді біз толық түсіне аламыз. Сіз мысалы сол әлеуметтік психологияны антропологиялық жаңағы неден келдіңіз ғой да. Мен әлеуметтік психологияны былай кітаптардан кім Чалдинидің кітаптарын оқып солай түсінемін да. Сондықтан да ол менің жұмысымда, менің контентімде бар да. Ал сіз сол маман ретінде сондықтан да түсіндіңіз ғой менің жаңағы тікелей эфирлерімді, менің рилстарымды. Әйтпесе мен де таңғалдым да. Райса ханым мені қонаққа шақырған кезде мен көмекшімнен сұрадым да, так, подожди, бұл кісі неге, қай жағынан деп. Мен мына жақта эфирде айғайлап отырамын, жаңағыдай ше, мен өзім жеткізу стилін. Ал кісі инабатты, сыпайы. Бірақ неге бірден біз бір-бірімізді түсініп кеттік, өйткені сол эмоциональный экспрессияның артында бір ой. Менде не ой бар екенін бұл кісі біз бірден түсінді ғой. Содан кейін бір-бірімізді бірден түсіне қалдық, содан тіліміз бірдей болып шықты, ойымыз жеткізетін ойымыз. Рас солай, өйткені көптеген жаңағы интеллектуал болған азаматтар сіздің жаңағы эфиріңізді көріп толық түсіне бермейді. Мынау не деп бақырып жатыр, не деп тұр дейді. Бұл неге мынандай, бір жағына қарасаңыз өте дөрекі сияқты көрінеді да. Басқаша түсінбейді ғой бізді. Мен айтамын, жоқ, бұл бұлай емес, бұл бұлай болуға тиісті. Бұл адамға әсер ету үшін, ықпалын дұрыс беру үшін адам осылай сөйлеп отыр. Бұл как бы өзінің бір бөлек маска деген сияқты, образ. Бірақ ар жағында бұл образдың артындағы месседждер адам түсіну керек та, не айтып отыр деген. Яғни мен түсінемін, әртүрлі блогерлер бар, әртүрлі инфлюенсерлер бар. Олардың айтып жатқан месседждер мен Розаның айтып жатқан месседжі екі бөлек әлем. Рахмет. Сол себепті ана. Рахмет. Жайлап маған өтіп кеттік бе? Мен сұрайын дегенім, сіз екінші мамандықты уже отбасылы болған кезде таңдадыңыз, Жоқ, күйеуге тердің алдымда, Ол мамандықты да сол Мысырда алдыңыз ба? Жоқ, ол мен бакалаврды Каирдегі Американ университетінен алдым. Каирдегі Американ университет деген сол региондағы таяу шығыстағы ең керемет. Енді сол жақтың Оксфорд деп айтуға болады. Қазіргі ең танымал, ең мықты CNN-де, Al Jazeera, BBC-дегі ең мықты журналисттер сол жерден шығады. Нобелевский премия алғандар бар ішінде. Өте көп адамдар, ең танымалы жаңағы патшайым Рания бар. Иорданияның керемет, мен жақсы көремін. Ол кісіні. Стильная, красавица, керемет, сұлу, Рания деген кезде. Солардың бәрі оққан. Жаңағы Омар Шериф деген керемет мықты актер болған, Оскар алған. Сол сияқты бәрі ең кереметтер оққан мектеп. Соған мен қалай өзімде түсіп кеткенімді білмеймін, бірақ сын тапсырып, емтихан тапсырып өтіп кеттім. Орыс мектебін бітірдім. Ағылшыншамда тым керемет емес, болады, TOEFL-ымды беріп, емтиханнан өтіп ары қарай кіріп кеттім. Бірақ олардың дайындауы, жаңағы ағылшындық тілге дайындығы керемет болды, интенсивность енді. Былай болып шықтым. Тренингдер өте керемет болды, мұғалімдер керемет болды. Біз мысалы Эдвард Саидтың лекцияларын тыңдадық. Марқұм ол кезде тірі еді. Барлық мемлекеттердің керемет президенттері келді. Көрмегенім жоқ. Бәрін көріп шықтық, керемет. Бакалаврда 4 жыл сол жерде оқыдым. 4 жыл сол жерде оқыдым. Кейін Лондонда, Лондон университетінің шығыстану институты бар, сол жақтан оқыдым. MBA болды ма ол? MBA бакалаврдың жалғасы болды ма? Бұл бакалаврдың жалғасы Masters of Arts дейді. Гуманитарный науканың магистрантурасы болды. Сол осылай Лондоннан оқыдым, керемет мектепті бітірдім. Сол жақта оқып жүрген кезде ол Британияның Лондондағы ең керемет Королевский институт бар, халықаралық қатынастың. Сонда жұмыс істедім.
оған да кіруім өте қиын болған, бірақ өз жолым болды, соған түсіп кеттім. Ең керемет, ең үлкен басшылардың бәрін көрдім. Хамид Карзайдан жаңа регионнан бастап кім келмеді ол жаққа, бәрін көріп шықтым. Енді шынымен де студенттік шағым өте бақытты өтті. Мүмкіндіктерге толы. Тамаша. Сіз бір адам емес, бірнеше адамның өмірін сүргендейсіз. Түріп тастағансыз. Өйткені бір адамның бойында осыншама мүмкіндіктер мықты, мен ойлаймын, керемет. Сіз былай айтып беріңізші, мысалы Мысырда ұзақ уақыт оқыдыңыз, одан кейін Лондонда оқыдыңыз. Жалпы қай мемлекетте неше жылдан тұрып шықтыңыз, және қазір Қазақстанға қашан келдіңіз? Ары қарай отбасыңыз қалай қалыптасты? Қандай жеті тіл? Сол маған қызық. Мен Мысырда жалпы өмірімнің 10 жылын Мысырда өткіздім. Балалық шағым сол жақта өтті. Кейін сол Лондонда оқыдым, тура Мысырдан кейін кетіп, Лондоннан кейін Германияда өмір сүрдік. Ол кезде сол күйеуім қасына кеттім, үйлене сала мен тура Лондонға кеттім. Күйеуімді қалдырдым да, ол Германияда докторскин оқып жүрген, математик жігіт. Содан бітіргеннен кейін тура Германияға келдім, содан кейін балалы болдық. Ол жерде ары қарай докторантураға шақырды мені, жақсы институттарға. Оған енді баламен қатар докторский жасай алмаймын деп өзімде солай шештім. Жолдасым да ой шаршайсың, болды, сен бүкіл өмірің академия болып кетті деп. Сонымен де ұзақ болды біраз институтым, 400 километрдей болды, оған күнде барып келуде өте қиын болды. Сол себептен бас тартып балаға қараймын деп, сол менің PhD проектім балам болып кетті. Кейін сол арада әрине бос отырмадым, кішкентай бизнес бастадым, жаңа бренд бастадым, балаларға арналған, мынандай кашемир дейді ғой, түбіт. Жүннен жасалған керемет балаларға мынандай киімнің жаңа брендін аштым. Германияда жүріп. Өзіңіз тігесіз бе сонда? Жоқ, оны жаңағы Монғолияда сондай үлкен әдемі фабрикалар бар, жасап беретін органик кашемирден. Соларды жасатып, Европаға келіп, жаңа фэшн бизнесқа кірдім. Фэшн бизнесқа кірген кезде біздің жаңағы менің жасаған үлгілерім, мен жасалған киімдерді ең керемет бутиктерде тұрды. Жаңа Шанелдің қасында бәрі бір енелермен қатарлас сөйтіп тұрды да. Декретте ғана. Декретте ғана болды. Идея келген кезде өте қиында, миыңнан кетпей қойса, оны іске асырмасаң тоқтай алмайсың, отыра алмайсың. Содан кейін сондай фэшн бизнесқа кірдім, сонымен бірге жаңа Италиядағы ең үлкен балаларға арналған фэшн выставкаға қатыстым. Пити Бимбо деген, Пити Уомо деп түр-түрмен не жүреді Италиядағы үлкен киімнің көрмелері. Жаңағы Италияда бірнеше выставкаларда болдыңыз. Бір выставкада болдым, заттарыңызбен. Сол кезде Италияға барған кездегі әсері мен керемет. Әрине мен мынандай кішкентай өзім жаңадан бастап жүрген мен дизайнер де емеспін, бірақ энтрепренермін да, кәсіпкер болайын деп жүрген адаммын. Идеям тасып тұр, істеп шыдаймын бәрін, бірақ командаға қарап, басқа фэшн индустриядағы брендтердің командасына қарап, олардың керемет дизайнерлері бар, керемет жаңа технологтары бар, бәрі біріккен командамен жүрген коллекциялар керемет. Мен де ойлаймын да, мен не ағып жүрмін? Не істеп жүрмін? Синдром самозванца. Олардың бәрі конкурент көп екен ғой деп. Не только конкурент көп емес, менен неше есе керемет заттар бар. Десе де бәрібір жаңағы Норвегиядан, Германиядан, Швейцариядан менің өзім клиенттерім бар да, сол партнерлар клиенттер келіп, тамаша деп мақтап, заказдарын беріп кеткен кезде тағы ойлайсың да, жаман емес, бұлай ілгерілеуге болады екен деп. Солай сол фэшн индустрияға кіріп кетіп, кейін сол күйеуімнің оқуы біткеннен кейін көшуіміз керек болды, қайтуымыз керек болды елге. Содан кейін сол бизнесті тоқтатып қойдым. Неше жыл жасадыңыз ол бизнесті? Бизнесті 3 жыл жасадым, 3 жыл декрет. 3 жыл декрет. Жұмыс істеп қалған әйел декретте отыра алмайды негізі. Отыра алмайды,
мейлі оқымай ақ қойыңызшы, мақұл докторский қорғамай ақ қойыңызшы дейді, бірақ бәрібір бизнес ашып кетеді ма? Италияға иә солай болды. Елге қайттыңыздар? Елге қайттық. Елге қайтқан кезде сол бизнесімді жауып кетіп қалдым. Артымнан қаншама жыл яғни сұрап жүрдік, қайдасың, қайтып келсейші дегенде, бірақ енді бұл бизнесті мүмкін кейін бастайсыз ба? немерелерім болған кезде қайттан бұл бизнеске кіресін шығармын деп ойлап отырмын. Күшті. Содан кейін барып ойладым, жаңағы күйеуімді академик қой, негізі теоретик. Елге келгеннен кейін бұл жерде жаңағы академия, теория деген мынандай ғылымды құрметтемейді екен, бірінші. Ол жағына регионда құрметтемейді, айлығы аз, академияға кірейін десеңде мүмкіндігі өте аз, мүмкіндік жоқ деп айтуға болады. Шетелден керемет болып оқып келесің, теоретик болып. Содан кейін бизнеске кіру керек деген түсіндік та. Ал бизнеске кіріп, жаңа заманауи қадамға ілгері жүру үшін сен ең соңғы трендтегі бизнестің бәрін оқып алуың керек екен деп түсіндік. Содан кейін күйеуіме айттым, жүр кеттік MBA оқиық. Жүр кеттік. Сен онсында финансын жақсы білесің, математиканы, бірақ саған мынандай soft skill керек. Сен soft skillдарын үйреніп ал, жаңа маркетинг болсын, басқа стратегия, бизнестің қандай жұмыстар жүргізетін бәрін үйреніп алшы. Ал мен сенің қасында, менің сол жаңа минустарым финансы. Мен финансын оқып алайын. Кеттік деп, содан екеуміз оқуға кетіп қалдық. Қай жерге? Голландияға кеттік. Голландияға кетіп, Голландияда сол Роттердамның университеті бар. Сол жерде MBA, одан финансовый менеджмент екеуміз қатардан оқып алдық. Одан қайтып келдіңіздер бизнес жасауға? Одан бизнес жасауға қайтып келдік, соның бизнеске кірді, күйеуім сол операционный жағына жүрді көбінде, жаңағы әсіресе мына технология жағынан қайтып бизнесті жылдамдату. Сол процесске кіріп кетті, автоматизация деген сияқты, клиентпен учет болсын бәрін біріктірген бір үлкен база системасын жасады. Операционканы автоматизация жасауды. Содан кейін солай бизнеске араласып солай жүріп кетті. Қандай бизнес жасадыңыздар? Күйеуім өзінің отбасылық бизнесі бар. Соған ары қарай кіріп, көмектесіп, сол ата-анасының бизнесін үлкейтуге. Масштабированияға кіріп кетті. Ал мен қайта бөпелі болып, қайттан үйде қалдым. Стеклянный потолок деген осы ғой, липкий болма. Қайсысын деуге болады? Енді не деп айтарымды білмеймін, бірақ балалы болғанда дем болды, жаман болған жоқ негізінде. Дегенмен де бәрібір өзіңнің потенциалымды өткізіп жатқандай болып. Сондай сезім болды. Балалы болғаннан кейін барып, жарты жылдан кейін уже қоғамдық жұмысқа кіріп кеттім мен. Ел арасында, жаңа біздің араласатын жастардың арасында балалары, қазақ балалар бір-бірін танымайды екен. Одан кейін қазақ балалары әртүрлі мектепке барады, жаңағы моңғол мектебіне барады, орысша мектепте оқиды, ағылшын мектебінде оқиды, әртүрлі қазақшасын ұмытып бара жатыр екен отбасылар. Содан кейін қазақ тілінің осындай үйірмесін аштым. Мұғалім таптым тағы. Одан кейін балаларды біріктіре бастағаннан кейін ойладық, ата-аналар біз бір-біріміз тани бастамасақ, одан кейін сол жақта жүрген азғантай қазақтарымыз ұлт араласып үйленіп, одан кейін бізден ешкім қалмайды деп. Сондай қауіп бар деп. Біздер кешірім сұраймыз, қазір фонда бізде мотоцикл жарысы болып жатыр ма білмедік. Қанша тоқтатайын десек те әңгімеміз қызып бара жатыр, сондықтан да арасында осындай дыбыс шығатын болса, мотордың дыбыс шығатын болса, ренжімейміз. Мен жаңа Раисадан сұрап жатыр едім. Мен Кореяда оқығанда Монголиядан қыздар болған. Олардың ағылшыншасы енді бір керемет болды ше. Біз былай бардық қой енді. Олар сол кішкентай кезінен мектептен американский, английский мектептерде оқыған. Олар айтатын, бізде орысша жоқ, орысша мектеп жоқ, қазақша мектеп жоқ, только ағылшынша и моңғолша дейтін. Сол шын ба, сіз жаңа айтып жатырсыз? Қазақ мектебі да. Ауылда қазақ мектебі бар. Ауылда. Жоқ емес, мектеп бар, дегенмен 5-ші сыныптан бастап олар барлық пәндер моңғолша өтеді.
тек 5-ші сыныпқа дейін ғана. Содан кейін ол кезде ауылда қазір тіл проблемасы мәселесі өте күрделі. Балалар не толық моңғолша игермеген, не толық қазақша игермеген, осында екі ортада қалып жатыр. Бірақ келешекте осы бәрі жақсарады деп ойлаймын, өйткені қазір жаңағы бәрібір мәдениетке, мәдени тұрғыда даму үшін, қазақ тілді қоғам үшін диаспора болсаң да, отан Қазақстанда не болып жатыр, қандай жақсы даму процестері жүріп жатыр, соған қарайды. Жаңа кітаптар шығып жатса, жаңа әндер, музыканттар шығып жатса, жаңа фильмдер шығып жатса, соны қарап, соны үлгі алады да. Өте жақсы. Мысалы, жаңа ғана мен кеше Улан Батырға Калифорния барып концерт қойып кетті. Тамаша. Сол сияқты наурызға арнайы үнемі концерт барып тұрады. Қазақстаннан Қанша қазақ бар Моңғолияда? 150 мың. 150-ден 200 ғана, одан көп емес. Бірақ өте мынандай. Мен боевые қазақтар ғой. шақырады, Моңғолияға келіңізші. Барайықшы. Иә, барамыз ба? Барайық? Иә. Бармасқа. Солай сөйтіп біз содан кейін топ болып жиылдық. Содан балаларды жиғаннан кейін ата-аналар давай жиылайық деп. Бәріміз будем тусить, біргеміз, шай ішеміз, әңгімелесеміз, тойлаймыз, жаңа жыл болсын, наурыз болсын, қандай бір той болсын, бәріміз бірігіп бір ортақ құрып, солай менің әлеуметтік жұмысым басталды. Тамаша. Яғни бәрібір бірдеме істемесем отыра алмайтын сондай болды да. Кейін сөйтіп жүрген кезде күйеуім екеуміз бір күн айттық, екеуміз ары бері шарлап жүре береміз, не Азия, не Европа деп жүре береміз. Давай Қазақстанды көріп келейікші. Ол жақта не болып жатыр екен. Сіздер андай легкий нападемада. Күйеуіңіз кеттік деп кете береді. Ембей оқып жүріп кеттік. Қазақстанға бардыңыздар? Сол Қазақстанға 2016 жылы келдік. Сол туысқандарды аралап, әпекеміз бар осында. Әпекемізге келіп, басқа туыстар бар, соларды көрейік деп. Алматыны көріп, Астананы көріп. Мә дедік қой, күшті екен, адамдар қазақша сөйлей бастапты. Мен студент кезімде келіп тұратынмын, транзитпен ұшсам да ары бер 1-2 күнге келіп кететінмін. Ол кезде жағдай мүлдем бөлек еді. 2000 жылдар, 90 жылдар дегенде, ол кішкентай кезің, студенттік кезінде мүлдем бөлек болатын. Яғни қазақи орта өте аз болатын. Әсіресе Алматының ішінде. Содан кейін біз келген кезде мүлдем бөлек болды. Ресторандарда адамдар, даяшылар қазақша сөйлейді екен, жастар көшеде қазақша сөйлейді екен. Мә дедік. Алматыда. Иә. Астанада жағдай сәл бөлек болды. Астана қарағандыда вообще. Дегенмен жақсарып жатыр екен ел. Бала өсіруге өте қолайлы, жақсы екен, маған ұнады. Қазақ орта бар екен деген көрдік. Содан кейін күйеуім айтты, біз мына Отырар сазының концертінен шықтық. Соны көргеннен кейін керемет әсер алды ма? Болды. Көшеміз деді. Күйеуім солай бір ғана сөзбен айтты, көшеміз деді. Бітті деді. Ура деді. Екеуіңізге бірдей ұнап тұр ғой сонда? Әрине, екеуімізге ұнап тұр. Алматының көшелері, тауы, жалпы атмосфера күшті болды. Бір бөлек әсер алдық. Біз енді әрбір жерде жүрсек жүре береміз, Европа болсын, не Америкаға кетсек те, дүниенің қай мемлекетінде барсақ та бізге ашық жүре береміз. Шектеу жоқ деген ғой. Ал бірақ Алматыға келген кезде ерекше әсер алдық. Кровь не вода деген сол, иә? Иә, содан кейін ойландым ғой, менің мама папамның махаббат болған жерлері, осы жерде жүрген шығар екі жас кезінде дедім да, бізге неге мынаны айтпайды деп. Папам айтам ғой, неге айтпайсыз деп. Мен өзің көріп білуім керек қой деп. Солай сөйтіп Алматыға көшетін болып шешім қабылдадық. Сол кезде мен жаңа кітап дүкендеріне кіріп балаларыма кітап іздеймін. Одан кейін жаңағы інілерім бар, сіңілілерім бар, айтады, не деп тұрасың Алматыға? Мен Қазақстанға бара жатырмын деймін. Олар айтады, кітап болса ал келші дейді. Әдемі кітап, күшті оқитын. Жарайды деп кітап дүкендеріне кіремін. Кітап жоқ. 2016-та, иә. Кітап мүлде жоқ, өте аз. Бұрынғы кездің классиктері бар.
енді бірақ заманауи ештеңе жоқ. 30 жылда ештеңе пайда болмаған. Ештеңе пайда болмаған, балаларға арналған бірнеше саусақпен санарлық қана кітаптар бар, жаңағы Атамұра, Аруна деген сияқты баспалардың шығарғаны, Алматы кітап дегендей бір азғантай ғана баспалар ғой. Солардың ғана кітаптары, олар баяғыда алып қойғанбыз. Жаңадан алатын ештеңе жоқ. Содан кейін ойландым, шынымен де бұл мынандай пустой, бос ниша ғой. Ниша, иә. Бірдеме істесек, яғни соған кіру керек екен деген бір ой келді да. Мен кітап шығарам дедім. Мен осы баспа ісіне кірем дедім. Содан кейін жарайды, ол тағы 1040 идеялардың бірі шығар деп қана өзіме деп қойып қойдым. Жарайды, істесек істейміз, болмаса бұл идея кетіп қалатын шығар деп. Содан кейін көп уақыт шынымен де миымнан шықпай қойды. Баспа ісін ашу, кітап шығарам деп. Неге жоқ? Неге кітап жоқ деп мен жан-жаннан сұраймын. Мүлдем түсініксіз, өзімде түсінбедім, басқаларда түсінбейді. Баспа іс деген не екенін адамдар түсінбейді. Бұл бір жүйе, кеңес заманынан қалыптасқан мемлекеттің программасымен, бағдарламасымен істелетін жұмыс деп қана. Тек оқулық шығатын. Оқулық шығатын, сонымен қатар азмыз, әдебиет шығады. Көркем әдебиеттен солай шығарады. Не коммерческая деятельность сияқты қарайды. Енді көбінде жаңа кеңес одағы кезінде жоғары жақтан идеологиялық мынандай жұмыстар жасалады ғой. Сол кезде жаңа журналдар болсын, редакциялар болсын, балаларға арналған, ересектерге арналған, әйелдерге арналған деген көп редакциялар болды. Болмады емес. Әдемі балаларға арналған кітаптар шығып тұрды. Мысалы, сіздердің үйлеріңізде болған шығар, ертегілер. Әдемі безендірілген ән жинақтары болсын, әдемі әдебиет болсын, бәрі шығып тұрды. Бәрі кітап, жаңағы академик ордтың кітаптарында толып тұрды, заманның дұрыс кезінде деп ата-анам сөйтіп айтады ғой, заманның дұрыс кезінде деп. Содан жаңағы мен бұл жерде болмағандықтан мен дәл не болғанын мен білмеймін. Бірақ маған айту, көп адамдар айтады, сол уақытта жаңағы тәуелсіздік алғаннан кейін өкімет әрбір іске араласпай, приватизация басталғаннан кейін жұмыс құлдырай бастады деп. Көп адамдардың санасында жаңағы біреу айтуға тиісті, содан кейін мен істеймін деген мынандай майндсет қалыптасып қалған. Біреу өзі жеке басымен істеп, бұны бизнес ретінде дамытады деген ондай өте аз, сирек деген. 30 жылда баспа саласын бизнес ретінде көрген кәсіпкерлер болған жоқ деп ойлаймын. Өйткені дұрыс айтасыз, кеңес одағының кезінен жалпы баспа ісі ол бір мемлекеттік бір инструмент тек қана. Оқулық шығады, немесе мемлекетке дұрыс, мемлекет дұрыс деп тапқан жазушылардың ғана, авторлардың ғана дүниесі шығады деген нәрсеге. Бізде осы статистика бар екен, 90-шы жылда Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан кейін баспа бизнесінде үлкен кризис болады. Қағаз бен полиграфиялық құралдардың жетіспеуі, мемлекеттік қолдауының болмауынан Ресейден келетін поставкаларын тоқтайды. 89 жылы 1300 кітап атауымен 34,7 миллион тиражбен шыққан болса, келесі жылы 60 атау және 1,5 миллион экземплярға түсіп қалады. Сонда 35 миллионнан 1,5 миллионға түсіп қалады да, одан оның қайттан қалпына келуіне 10 жылдан астам уақыт кетеді. Соның өзінде де жалпы бизнес ретінде дамымағанын көруге болады. Қазіргі кездегі сіздің баспаңыздан шығатын кітаптарды көрген кезде енді бізде ондай кітаптар көрмегенбіз. Сол баяқ көргенім, сол көшпенділер, Абай жолы мектепте оқытатын. Ол балаларға қиын кітап қой. Жаңағы каникулға шыққан кезде былай береді список 10 кітап оқуың керексің, бәрі нандай. Қазіргі сіздің көрсеткен кітаптарыңыз ол енді тамаша, оны былай оқып тастайсың ғой бір отырғанда. Мен бала кезімде папам маған постоянно кітап беретін, туған күніме мен ашуланатын едім да. Неге маған кукла бермейді, неге маған ойыншық бермейді деп та. Мынандай бір не кітап алып келетін. Бірақ та оның ішінде жаңағы әдеби кітаптар бар. Сол кеңес одағында шығатын үлкен кітаптарда. Одан бөлек оның үстінде кішігірім балаларға арналған кітаптар болады. Болды ма? Болды, бірақ бәрі орыс тілінде болды. Жаңа маленький принц, Майдадыр, Муха Цакатуха, бәрі солардың бәрі бірінен кейін сондай кішкене кітаптар болатын да. Сондықтан да мен сол жалпы балалар литературасын, қазақты балалар литературасын орыс тілінде оқыдым мен. Қазақ мектепте оқысам да. Бүкіл жаңағы воображение, ойлау жүйесі, осының бәрі орыс тілінде қалыптасты. Өйткені бүкіл сол приключение, ертегінің бәрін орыс тілінде оқыдым. Қазір қарап отырсаң, расында біздің балаларда қазақ тілінде ондай
әдебиет қарау жоқ екен біз ойланбаппыз да ғой. Иә, ондай сұрақ туындамады да ғой. Туындама. Өйткені өзіміз уже біраз болды орыс тілінде оқимыз кітапты. Өйткені жаңағы әлем әдебиеті, шетелдің ең көркем, ең әдемі әдебиет орысша ғана оқылады деген. Иә. Сонымен стереотип қалыптасты. Оның бәрін аудара бермеді. Онсыз адамдар билингв мына қоғамда. Қазақтар бәрі орысша түсінеді, орысша біледі, оларға орысша бере берсең болды, контент емес пе ол, тілдің қандай айырмашылығы бар, не керегі бар, қазақша какая разница, қазақша ма орысша ма, орысша тұр ғой оқи берсін дейді. Бір рет сөйлесіп едік қой екеуміз, қазақша кітаптар сол андай депрессивный, бір қиын өмір туралы былай мындай қиналып жоқ сияқты. Бірақ сіз маған сыйға бердіңіз ғой Норвег орманы. Айтадың ғой ана қараңғыда көрпенің астына тығылып оқитын кітап деп ше. Ана кітапты қазақ жазған сияқты. Анау аудармаға ұқсамайды. Күшті ғой. Иә, анау аудармаға ұқсамайды. Өйткені оның алдында менде қазақ тілді кітаптар, әдеби кітаптар аударылған, сен оқисың. Кәдімгі қазіргі кездегі ең жаңағы проблема бізде жай ғана жарнамалық мәтіндердің қазақшаға аудармасы. Телевизорды қосқан кезде сен жарнаманың мәтінін сен тыңдағың келмейді да. Тура сол сияқты енді елестет өзің. Бір кітап түгелдей сондай аудармамен. Әдеби болса да. Менде музей болып тұрады үйде. Қазақша кітап алдым деген аты ғана да. Норвег орманын оқыған кезде взрыв мозга. Мен алайшы оны. Рекомендацион просто. Не туралы? Көресің. Тығылып оқитын кітап. Соған қарағанда қызық қой. Енді ана перевод. Бұл оригиналдан сізде? Оның аудармасы. Бұл оригиналдан емес аудармасы. Жоқ, бұл ағылшын тілінен аудардық. Аударған адам өз бір ерекше керемет мықты адам, өзі ақын, өз жазушы Дәурен Берікқажы ағамыз. Енді жазушылардың арасында, ақындардың арасында өте жақсы танымал адам. Ол кісі ағылшын тілін өте жақсы меңгерген, сондай мықты редактор, мықты аудармашы адам. Оның үстінен қосып біздің редакторларымыз да өте мықты жұмысын істеген. Өйткені мәтін жаңағы текст кітаптың оқыған кезде жұтылып тұру керек. Жұтылмаса ол енді дұрыс емес. Қазақша жазылған сияқты. Шынымен. Ол Муракамиді өзіңде беріп отырған жаңағы идеясы да сол ғой. Муракамиде ерекшелік бар. Бұл жерде өте жақсы фьюжн болды. Мураками, Дәурен аға, қосып біздің редакторларымыз Нұрдәулет пен Назгүл ханым екеуі керемет жұмыс атқарған. Не бар, ерекше вайп бар өзінің қараған кезде. Жалпы енді қазір жаймен әңгіме сіздің қазіргі жасап жатқан осы кәсібіңіз Степен Голд баспасы жайлы болып жатыр. Егер біз осы бизнесіңіз туралы айтатын болсақ, 2016-та сіз бірге келіп қайтып кеттіңіздер, нақты қашан көшіп келдіңіздер? 2019 жылы шілдеде. Одан кейін тағы бөпе болып қалдық. Үш балаңыз бар, е? Үш баламен машинаға отырып, кәдімгі жүгімізді артып көшіп келдік. Сіздің Қазақстанға келген кезде 4-ші бөпе? Ол ковид бейби ғой ол. Ковид бейби. Қазақстан Республикасының азаматы. Осы жерде туылған. Бірақ соған қарамай, негізі осы баспаңыздың негізін қашан қаладыңыз? Жалпы 2017 жылы қаладық. Тура сол идея миымнан шықпай қойды. Шықпай қойғаннан кейін айттым, бітті, бұл істі бастамасам болмайды екен деп. Содан кейін сол жылы 2017 жылы күзде кеттім Франкфуртке тартып Германияға. Германияда ең үлкен әлемдегі кітап көрмесі өтеді. Соған бармасам болмайды, өйткені индустрия сол жақта жүріп жатады. Мен по стандарту профессионально істемесек, просто так кітап шығарамын деп, развлечение сияқты істеуге болмайды деп. Содан кейін жарайды деп, солай Франкфуртқа кеттім. Жалпы кітап шығарамын деген кезде, бірінші қандай кітап шығарамын деген ой келді? Именно сол сыйлыққа беретін, балаларға беретін кітап болды ма, жоқ? Нишаны сразу таңдадыңыз ба? Мен кітап шығарамын деген кезде әрине қобалжыдым. Өйткені бұрын шығарып көрмегем ғой, мен идея бар, страсть бар, башын шығарам, кітап, о май год. Содан кейін ойландым, қандай кітап шығарам, балаларға арналған кітап дұрыс шығар деп. Сол кезде мен Фейсбукта отырам, желіде. Желіде менің өте жақсы сүйсініп оқитын ағамыз бар, Қалым Боқаш деген. Керемет мықты жүргізуші, журналист, ақын, композитор,
ол кісі жайлы айта беруге болады. Сол кісі мынандай қазақ тілге деген менің мынандай тәбетімді ашты деуге болады. Қазақ тілге деген құрметімді. Сол кісінің бір күні аудармасын көремін да, Джулия Дональдсонның Ақын қоян деген өлең бар, ертегі өлең. Соның аудармасы тұрады. Енді оқысаң шедевр просто. Қазақша, әдемі. Соны ғалымаға айтамын ғой, ғалымаға мен осылай Франкфуртке бара жатырмын. Ана аудармаң бар еді ғой, соны мен керектенемін, маған бер деймін. Ала бер дейді, бірақ сен просто рұқсатын ал. Маған ешкім рұқсатын бермей қойды. Мен ары бер сұрадым, мүлдем жоқ деді. Онда маған 1-2 сағат беріңіз, мен қазір Франкфуртте жүрмін, мен қазір рұқсатын аламын дедім. Содан кейін мынаның агенттер кім, баспагерлер кім деймін да, сөйтсем Англияның ең үлкен Пан Макмиллан деген үлкен баспа үйі екен. Тауып аламын ғой, жүгіріп Франкфуртта үлкен көрменің жол неше километр үшін жүгіресің. Жүріп әкке барам. Айтам, сендер маған бір 5 минут уақыттарын бөліңдерші. Ол айтады, жоқ, сен бізге жарты жыл бұрын жазылуға тиіс дедің. Бізде қазір митингтеріміз толы, уақыт жоқ. Айтам, 5 минут. Жабылардан бұрын маған уақыт беріңдерші деп. Давай, ладно. Біз 6-да бітеміз, сен 5:50-де кел. 5:50-де тұрамын ғой сол жерде. Айтамын, осындай қазақша кітап шығарғым келеді. Алғашқы кітабым, маған сеніңіздер, беріңдерші деп. Жалынам. Аударма бар ма? Аудармасы дайын тұр. Просто маған беріңдерші. Айтам, осылай мен Лондонда оқыдым, осындай адаммын, мен бекер емес. Олар айтады, бізде Қазақстаннан бұрын кітап шықпаған. Сендер білмейміз, рынокты білмейміз. Алғаш рет осындай келіп тұрсыңдар бізге деп. Содан кейін көндірдім. 10 минуттың ішінде. Көндірдім 10 минуттың ішінде. Енді элевейтор питч дейді ғой, лифтте жүретін питч дейміз. Сондай питч болды. Көндірдім, рұқсатын алдым. Алғашқы кітабымызды мен балам 2, 3-ші балам 2 бірге туды. Ақын қоя мен менің Айдашынар. 3-ші балам Айдашынар 2 бір уақытта туды. Осылай керемет мен үшін өте жақсы мынандай тәжірибе болды. Өйткені сол көрмеге барғанда мен не істедім деген кезде әрбір баспа үйіне тоқтадым. Олармен менде уақытым жоқ болса, мен білмедім ғой, олармен алдын ала барып уақыт алу керек екен, білген жоқпын. Содан кейін тура бара салғам ғой. Бару керек па, индустрияның ішіне жүру керек па? Жүру керек. Көру керек па? Көру керек. Енді білмей жатсам да білетін нәрсені біліп алайын деп. Білуге тиісті нәрселерімді. Содан кейін барып әрбірінен сұраймын, 5 минут уақытын бере тұршы, маған түсіндіріп берші, мен қалай істеу керек, мына кітаптың рұқсатын алған кезде қалай болады, процесс қалай жүреді, мынаны істеген кезде не болады. Сол кезде бәрін не деген мықты, европалықтар қарапайым ғой, жарайды дейді, сен дәл осындай уақытта келші деп кейті түсіндіріп береді, по полочкам бірден айтып береді ғой, сен осылай жасайсың, одан кейін былай жібересің бізге, одан кейін қанша тираж шығарасың айтып бересің, бізге қандай иллюстрацияны аласың, бізде осында 2 бөлек жүреді иллюстрация мен авторға 2 бөлек құқық аласың, екеуіне 2 бөлек ақша төлейсің. Одан кейін оның үстіне роялти дегені бар. Одан кейін не істеу керек, біздің стандартымыз осындай, қандай қағазға шығарасың, не істейсің, стратегияң қалай, планың қалай дегенде бәрін кәдімгі мен үшін сабақ. Әртүрлі көзқарас. Кітап бойынша кіріспе деуге болады, introduction. Негізі жалпы индустрия механизм қалай жұмыс істейді дегенді сол кезде сол жерден үйрендім. Біліп алдым, жарайды дедім, мақұл дедім. Содан кейін өз-өзіме мынандай жоспар құрдым. Әрине менен жаңадан бастап жатқан адам ретінде мен көп кітап шығара алмаймын. Бастайық дедім. Бірінші ақын қоямен бастайық. Екінші әрине жаңа Құмаға жұлдыз құрт. Құмаға жұлдыз құрт деген кішкентай бөпелерге арналған. Бөпелі болдым ғой. Кішкентай балаларға арналған мынандай картонный дүниедегі ең керемет кітаптардың бірі. Топ 10 кітап дейді ғой, балаларға арналған әдебиеттегі топ 10-ға кіретін кітап. Эрик Карлдың, содан кейін Эрик Карлдың агентіне тікелей өзім жаздым. Ол кезде көрісіп кеткем, карточкасын алып, есіңде ма, мен ғой. Кітабын қазақша шығарайықшы.
ол айтты иә қаншама 60-70 тілге аударылып қойған біздің кітабымыз, қазақша жоқ екен, давай шығар дейді. Окей деп содан сол қомаға жылжыртты шығардық. Кейін Анна Франкның күнделігі деген керемет әдемі кітап бар, өзіме ұнайтын. Сол кітаптың қазақшасы жоқ екенін көріп, кезінде бар болған дейді. Бірақ ол енді нарықта жоқ, балалар білмейді. Балалардан Анна Франкның күнделігі оқыдыңдар ма деген кезде, ол кім, қандай жазба, не деп білмейді. Ал орысша мектеп оқыған балалардан сұрасаң, да, мы знаем дневник Анны Франк деп алдыңнан шығады. Содан кейін ойладым да, мына балалар осындай деңгейде білмесе, Анна Франкның күнделігін білмесе, онда қалай білімнің сапасы қалай? Біз мына балалар қазақша оқитын балалар не оқып жүр деймін да. Жарайды, өзіміздің мықты повесттерімізді, жазушыларымызды оқиық, ол жаман емес, бірақ бәрібір әлеммен қатар жүру үшін, конкурентно способны болу үшін біз әлем әдебиетін білуге тиіспіз. Соны жарайды, Анна Франкның күнделігін шайық деп, Анна Франкның қорына жазам. Бірінші музейіне жазамын, Амстердамдағы давай осындай кітабын шығарым келеді, кімге қайда хабарласам деймін. Олар айтады, Анна Франкның қоры бар, Базельде, Швейцарияда, әкесі құрып кеткен. Соған жазыңдар, осындай контакт деп, міне деп. Содан кейін олар рұқсатын береді. Қазақша ма? Қазақшасы жоқ еді деп. Содан кейін давай қазақшасын шығарайық деп, қазақшасының аудармасын бастадық. Содан кейін соның арасында Ғалым Боқаш ағам айтам, сіз давайте бізге мынандай Груффало деген керемет Дональдсонның тағы бір ертегісі бар. Соны аударып беріңізші деп. Енді ол кісінің аудармасы шедевр, просто шедевр. Оқысаңыздар енді. Шынымен де қазақша бұндай жазба шығады дегенге өзің разы боласың да. Сөйтіп 4-ақ кітаппен бастадық. 4 кітабым бар, 4 кітабын жүкке артып. Жоқ, кейбіреуін тура Алматыға қоя берген, кеденнен өткізіп, ол жақтағы достарымыз бәрін кіргізіп жөндеп берді. Маған осы жерде үнемі айтып жүремін, маған қатты көмектескен жағымна ұлттық аударма бюросындағы Рауан Кенжеханұлы деген мықты керемет мырза бар. Сол кісі просто так айтам ғой, Рауан мырза менің кітаптарым бара жатыр, көмектеш, нет проблема, айтсаң болды дейді ғой. И бәрін жөндеп кіргізіп береді ғой, кеденнен болсын, не болсын, бәрін жасап, бәрін төлеп, салықтарын реттеп, міне кітаптарың дайын дейді. И осылай 2019 жылы шілде айында Алматыға көшіп келдік, балаларымызды ертіп. Кітаптар дайын болған кезде келді. Кітабымыз алдымызда дайын. Содан кейін басуға беретін кітаптарымыз да дайын. Сөйтіп дайын планмен осылай келдік. Сосын ковид. Содан келгеннен кейін әрине ол кезде мен жай келген жоқпын. Мен қолымда Гарри Поттердің толық лицензиясы болды. Сіз сол 2 жылдың ішінде лицензия Сол 2 жылдың ішінде жаңағы жасаған кітаптардың бәрін көрсетіп, жаңағы агенттеріне, Роллингның өзінің агенттері бар, астында жұмыс істейтін жағына сіздер сияқты продюсерлер сияқты көмекшілер, Роллингның өзінің энджелдері бар, періштелері. Солар арқылы бәрін көрсетіп, дәлелдеп, сен ойлашы дедім, қазақ балалар бұл кітапты қазақша оқымаған дедім. Сендер ойлап көріңдерші дедім. Я біз түсінеміз еді, өйткені бұндай жағдай Украинада болған. Көрдіңіз бе? 20 жыл бұрын бәрі айтқан, Украин әрине Гарри Поттер орысша болды ғой бәрі. Орысша Росмен шығарды, Мақаон шығарды. Бәрі оқыды, Украинадағы балалар да оқыды орысша. Бірақ олар айтты, біз бұны украинша шығарайық. Біздің балаларымыз бар, олар украинша оқиды. Украин мектебінде жүреді. Сол кезде бәрі айтады ғой, ол не керек, орысшасы тұр ғой сендерге. Украинша неменеге шығарасыңдар деп. Бізде Қазақстанда сондай жағдайға келдік. Орысшасы тұр ғой, қазақшасын қайтесіңдер дегендей. Сонымен сол аударма процесін бастады. Қазақшаға мықты команда жиылды. Командасыз бұл жұмыс шынымен де істелінбейтін еді. Содан кейін бірінші кітабымызды пәлсапатасты шығарып, презентациясын дүркіретіп жасап, Астанада жасадық, Алматыда жасадық, мына жерде Жамбыл кітапханасында.
Анна Франктың күнделігін де жасап тастадық ол жерде. Президенттің кітапханасында Астанада дүркіреген той. Шымкентке де бардық, ары бері енді жүреміз деп жатқан кезде бітті, пандемия басталып кетті. Қалай? Непредсказуемая жизнь. Өте қиын кезең. Жаңадан көшіп келгенбіз, не болып кетті дедік қой дүние. Ол кезде білмейміз, алдымызда 3 жылда тағы не болатын. Кризис. Бұл шынымен де үлкен кризис болды. Тек қана бұл жұмыс үшін, кәсіп үшін де емес, өзіміз үшін де, шынымен де келгеннен кейін бұл қалай жағдай. Өйткені келгеннен кейін көре бастадық та жаңа медицина саласы қандай қиын жағдайда екен. Байлық деген толып жатыр. Ақшасы бардар, шірігендер жүріп жатыр. Халықтың жағдайы мынандай деген кезде өте қиын. Содан кейін сондай кризистен өттік қой енді. Жақсартатын іс көп. Жаңа сіз айттыңыз ғой, соңғы 2 жылда ғана баспа бизнесі алға басып, қазақ баспа бизнесі алға басып, қазақша кітаптарды көріп жатырмыз. Сізде жаңа тағы бір цифрлар бар, кішкене қалай өскен жайында соны айта кетсеңіз жақсы болар еді. Біз содан кейін пандемия басталғаннан кейін не істедік деген кезде бос қарап отырмадық. Әрине үйде шектеліп ешқайда шықпай жатқанда өзінің пайдасы да болды. Өйткені аударма процесі жүре бастады. Ақырындап аударма, редактура, оның бәрін концентрация керек. Ол да үлкен еңбек, сондықтан адамдарымыз үйінде отырып жұмыстарын істей берді. Әрине жылдам істей алмадық, өйткені ол бәрібір енді күрделі процесс. Мен де көп кітап шығарам деп ойлаған жоқпын. Ақырын қадам-қадаммен жүрем дедім. Өйткені әрбір бизнесті біз үнемі үлкен ойлаймыз, үлкен пайда, жылдамырақ өсіп кетсек, жылдам бәрі болып кетсек деп, бірақ бизнесте ешқашан еш нәрсе жылдам болып кетпейді. Әрине жылдам айналатын бір өзінің бір ерекше бөлек бизнестер болады. Ол бір жақсы айналып кетсе, айналып кететіндей. Ал бірақ бизнестің көбі үйтіп бір күнде былай болып кетпейді. Керемет болып кетпейді. Сондықтан мен оның бәрін түсінгем. Бір-бірден кітап шығарамыз, ақырын. Одан кейін адамдардың қазақша шыққан кітапқа деген көз қарасын жақсартамыз деп. Өйткені біздегі ең үлкен челлендж не болды деген кезде, кітап шыға бастаған кезде, сол жаңағы бұлар бәрі орысша бар ғой, қайтесің? Шығарып. Одан кейін екіншіде қазақтар оқымайды. Қазақтар кітап оқымайды деген. Қазақтар кітап оқымайды. Сондай стереотиптер. Сондай үлкен стереотиптер болды. Мен содан ойладым, қалайша қазақтар кітап оқымайды? Ол өтірік, ол далбаса әңгіме. Просто беретін контент жоқ. Сендерде жаңағы сұраныс бар ма дейді. Сендер бірдеме ойлап, ресерч жасадыңдар ма дейді, зерттеу жасадыңдар ма, кім қанша кітап оқиды, не болып жатыр, бизнес-план жасадың ба дейді да. Менің бизнес-планым бар, четкий. Бірақ ол үшін адам кітап оқи ма, оқымай ма деген маған не керек емес. Өйткені қазақтың саны көп. Біз қазақша кітап оқымайды деген ол мүлдем мен түсіне алмаймын да, қабылдай алмаймын. Жоқ болғандықтан олар оқымай жүр. Бар болып тұрып оқымай жатқан жоқ қой, жоқ болған жоқ. Қазір енді рұқсат болса сіздің кітаптарыңызды қояйық мына жерге. Сөйтейік. Райса ханым, міне сіздің кітаптарыңызды алып келдік. Бәрі емес. Сіз 2017-те бастадыңыз. Басында қолыңызда 4 кітаптың авторлық құқығы болды, Қазір қанша? Қазір шығарған кітаптарымыздың саны 120-дан асып кетті. Енді көп емес, жақсы. Енді 4 жылдың ішінде. 4 жылдың ішінде. Толық 4 жыл емес, 3,5 жылдың ішінде. Оның ішінде жаңа ковидте аудармамен ғана айналысқан кездер. Керемет сапасы, мұны қазір қарап отырық қой, стол үстінде сапасы кәдімгі, білмеймін, бұл өте қымбат материалдардан жасалынған, бірақ сіздің бағаңыз нарықтағы бағадағы басқа да арзан кітаптармен бағасы бірдей. Бағамыз орташа, өте қатты қымбат емес, арзан да емес, арзан деп айтуға тағы келмейді. Өйткені жаңағы түрлі түсті қағазға шығарған кітаптарымыз шығу өзі құны қатты қымбат шығады. Бірақ біз шамамыз келгенше өте көп наценка мынандай баға қоспаймыз. Бұның қай жерде шығады? Көбі Қазақстанда басылады. Қазақстанда басылады? 90% Қазақстанда басылады. Кейбір ерекше жағдайда жаңағы
Груфала сияқты, одан кейін мына жерде тілашар деген осындай кітаптарымыз бар. Мынандай. Бұның ішінде жаңағындай терезе шерелері бар. Соны ашқан кезде. Мынандай кітаптарды біз жаңағы авторлардың өздерінің келісімімен Қытайда бастырамыз деп. Ух ты. Сонда бұлардың сапасы күшті шығады. Мынандай картонный күшті кітаптарға мына кітап мысалы, мынау Қытайда шықты, өйткені бізге мына кітаптың иллюстрацияның суреттерін рұқсатын тікелей бермеді, айтты. Тек қана бізбен бірге Қытайда біздің баспаханамызда сол жақта шығарасыңдар деген. Сондай шарттар бар. Әрбір баспа үйінің өзінің бір ерекше шарттар болады. Соларды мысалы мынандай 2 кітап осылар Қытайда басылып шықты. Қалғандары тұтас Қазақстанда осы Алматыда. Сіз айтпасаңыз разницасын біз көрмейді. Енді Қазақстанда да өте жақсы басылып шығады. Талабымыз жоғар. Айтамыз дәл осындай граммның қағазы, сыртында лакы, тиснениесі бар ма, алтыны бар ма, алтыны жоқ па, размері осындай болсын, реңдері осылай болсын. Өйткені әрбір бірінші басқаннан кейін бізге тексертеді. Түс дұрыс шықпады ма дегенді. Соны біздің не өзім барып қол қоямын, не біздің редакторларымыз барып тексеріп қол қойып кетеді. Егер түсі дұрыс шықпай жатса, оны қайттан өзгертеміз, қайттан дұрыстап шығарып беріңдер деп. Қазір мен ойлап жатырмын да, осындай кітаптарды оқып өскен бала, қазақ тілінде әлемдік бестселлер балалар кітабын оқып өскен бала, ол ертең шетелге оқуға түскен кезде басқа балалармен өзін тең сезінеді. Әңгіме айта алады, Әңгіме сосын тең сезінеді. Өйткені сол сападағы кітапты оқыды да, бірақ өз тілінде. Бізде мынандай стереотип бар, жақсы әлемнің ең жақсысын тек қана басқа тілде оқып қана біле аламыз дегенде. Бірақ енді олай болу тиіс емес. Біз әлем әдебиетінде қазақша оқуға болады. Яғни доступ бар дегенді көрсеткім келді. Біздің қолымыз жете алады, біздің балаларымызға осылай оқуға мүмкіндік бар дегенді. Маған ата-аналар көп келеді, таныстарым болсын, аға әпкелер болсын, айтады да, шіркін біздің бала кезімізде, біздің жас кезімізде осындай кітаптар болмады ғой дейді. Болған болса шіркін мен өзімді осындай кем сезінбес едім деп. Өйткені жаңағы ауылда жүрген балалар болсын, олар үшін мынандай кітап жоқ болды ғой. Кітап болса да олар тек қана орысша болды. Кейбіреуінің ол деңгейде жетпейтін. Тілденге, яғни ауызекі сөзде орысша сөйлеп білсе де, мынандай мәтіндерді, тексттерді толық әдеби болсын, мынандай танымдық болсын, кітаптарды толық оқып түсіне алмайтын. Ол үшін бір дәрежеде болуын керек болатын, тіл білетін дәрежен бөлек жоғар болу керек болатын. Сол себепті олар үшін өте қиын келді. Соның қол жетімсіз сияқты сондай бір бөлек әлем. Бізде Қазақстанда сөйтеді ғой, қазақтарға мысалы жаңағыда фильм шықса, ағылшынша Холливудта фильм шығады, одан кейін ол орысша шығады, одан кейін барып қазақша шықса, шықпаса сонымен айту қаласың құр. Субтитр ғана. Субтитр ғана, содан кейін енді сол орысша көруге тиісті сияқты сондай бір ойда қалады. Содан кейін көп ойлайды, сендер мына кітаптарды орысшадан аударасыңдар ма дейді. Яғни біздің майндсетіміз не деген кезде барлық шет әлем тек қана орыс тілі арқылы жүреді деген. Соған өзімнің дербестігіміз жоқ. Әптен сөйтіп үйреніп алғанбыз. Сол кезде жаңағы Харри Поттерді біз тікелей ағылшыншадан қазақшаға аударған кезде адамдар алдында мысалы түсіне алмай қалай бұлай жасауға болушы ма еді дегенде, бұл неге болмасқа? Бұрын неге ешкім жасамаған, бұл енді бір мен керемет космос жасап отқан жоқпын, космоста бір керемет бірдеңе инженерия не IT саласында бірдеңе тапқан жоқпын ғой. Біз енді адам бала үйренген ғой, үнемі ашылып жабатын бір есік бар да. Бір есік бар ғой, ашылып жабылатын, не жетпейді, не қай тақияң саған тар келіп отқан. Ал сіз бүйтіп келесіз де, мына жақта есік бар негізінде ше. Ей, мұнда есік бар, шығып көріңдерші дегендей. Осындай жаңа бір мүмкіндік бердіңіз деп ойлаймын біздің нарыққа. Қазір 120-дан кітап шығарып қойыңыздар. Аудармада тағы қанша кітап бар? Қандай әдебиеттер күтеміз сіздерден?
аудармада тағы бір 50 шақты кітап бар биылға. Арасында балаларға арналған кітаптар, ересектерге арналған кітаптар деген сияқты, бірақ бәрібір сол 90% балаларға арналған тамаша көркем әдебиет, танымдықта кітаптар бар. Ең бастысы балаларға бір ерекше мына ой санасын, ойлау жүйесін бұзатын сондай кітаптар. Жаңа ішінде бізде мына факт чекинг жайлы бір кітап шығарғалы жатырмыз енді. Келешекте ол қалай деген кезде бізге жаңағы ақпарат немен келеді? Көбінде ата-аналарға ауылдағы жерде WhatsAppта жаңағы әсіресе пандемия кезінде қаншама фейк хабарлама келді. Бәріміз нервничать бір қазірдің өзінде жаңағы қаншама көптеген фейк хабарламалар келеді. Одан кейін екінші құрал бар TikTok. TikTokта қаншама өтірік хабар бар. Ойбай сөйткен екен, бүйткен екен деген сияқты өздерін түсірген мың түрлі сондай. Солардың ішінде қайсысы шынымен де рас хабар, қайсысы өтірік дегенді біз ажырата алмаймыз. Соны балаларға қалай ажыратып білу керек дегенді түсіндіретін кітап шығарамыз. Критическое мышление. Енді соны балалар үйренбесе, қазір жаңағы оны енді мектепте үйретуге тиісті мұғалімдер, ал бірақ мұғалімдерде ондай құрал жоқ болса қайтеміз. Яғни ол біріншіде балаларға керек, екіншіде мұғалімдерге де, ата-аналарға да өте керек сондай құрал болады. Кейбір кезде мен мысалы мына кітаптарда мысалы өзім оқып, мен білмейтін де бар екен ғой деп бір жаңалықты ашып аламын балалардың кітабынан. Сол сияқты сондай кітаптарымыз бар. Одан кейін жаңағы иллюстративный әдемі кішкентайларға арналған кітаптар бар. Неміс тілінен аударылған керемет әдемі уақыттың құндылығы жайлы туралы кітап бар. Жаңағы енді баспаға кетті, шығып жатыр, Момо деген Михаил Ендінің. Енді ол жайлы келесі жолы өте әдемі деп айтып беремін, бірақ біздегі уақыт қалай өтіп жатқан, өзімізге уақыт бөле алмаймыз, отбасыға уақыт бөле алмаймыз. Уақыт өтіп жатыр, сонымен қалай күресеміз, сол проблеманы өте әдемі көрсеткен бір туынды. Яғни оны тек қана балаларға оқуға тиісті емес, ересектерде оқыса да енді артықшылығы жоқ деген сондай бір әдемі кітаптар, көркем әдебиет шығады. Жалпы сіз маған үнемі кездескен сайын кітап бересіз ғой, сіздің кітаптарыңызды балаларыма көрсетемін. Бірақ балаларыма оқып берген кезде түсінесің да, мынау деп өзіңде бірдеңе, яғни бұл балалар кітабы емес, бұл ересектер кітабы. Балалардікі сияқты, бірақ ересектер көп нәрсе есіңе түседі және көп нәрсеге мән бересің. Қараған кезде, деп кішкене бывает же, ты переключаешься, өйткені расында әлеуметтік желі қатты миыңды жеп тастайды. Яғни ауыспалы контент, 15 секунд сайын ауыспалы контент, сенде миыңда тыныштық жоқ. Ал мынаны отырып бір-екі парақтаған кезде, соны бір отырғанда оқып тастайсың, мысалы үшін баламен отырған кезде ше. Раиса айтты ғой, біз сегментіміз біздің 0 жастан 16 жасқа дейінгі балалар. Неліктен? Өйткені бала кезінде ғана біз оларға қалыптасуына көмектесеміз. Ересектерді қайтадан қазақша оқыңдар деген уже болмайды деп айттыңыз. Сол жерін тоже айта кетсеңіз, неге балаларға арналған нишаны алдыңыз? Былай болды да, мен ересектерге де арналған кітап шығарам деп ойладым. Бірақ адамдармен сөйлесе келе жаңағы ересектердің арасында қазақ тіліне деген бетбұрыс азырақ болды. Яғни қабылдамау өте көп болды. Қазақша деген кезде мен әсіресе балаларын садикке, мектепке бере бастаған кезде қазақша неге сөйлемейсің, қазақша қалай жоқ па деген кезде адамдар бір түрлі негативный реакция бере бастады ересектердің арасында. Содан кейін ойладым да, мен оларға уақытымды құртып керек емес екен әзірге. Оларды өзгерте алмаймын. Ал жастарға мүмкін әрине олардың несі көзқарасы бөлек. Дегенмен балаларға арнаған кітап шығарсақ, оларды мынандай жақсы жаққа тәрбиелеу әлдеқайда жеңілірек болады екен. Одан кейін ең бастысы сапалы дүние берсек, бала кішкентайынан бастап мына сапалы контентті қабылдап тұтына бастаса, ересек болған кезде біздің қоғамымыз әлдеқайда дамыған, артық 2-3 қадам артық алда жүрген сондай қоғамға айналамыз деген менде стратегический мынандай ой болды да. Стратегиялық тұрғыда негізі балалармен жұмыстау тиімдірек, қоғамды жөндеу үшін. Тиімдірек, содан кейін бала жылдам қабылдайды оның бәрін, жылдам жұтып алады. Көп нәрсеге ашық болады.
бейім болады. Сондықтан әмбесінде жаңағы демографиялық тұрғыдан қараған кезде баланың саны көп. Одан қазақша мектепке барған балалардың да саны көп екенін көрдік. Қазір шетелдіктерде қазақ мектептеріне балаларын беріп жатыр. Мысалы, қазір сіз кітапты тек қана сіздің баспаңыздан ғана сатып алуға болатын кітаптарды, иә. Бірақ андай мемлекеттік бағдарламалар жоқ па мына мектептерге беретін, мектептің кітапханаларына беретін ондай контрактілеріңіз бар ма? Ондай контрактілеріміз енді басталып жатыр. Өйткені соңғы жаңағы пандемияның алдында біз былай жасадық қой, Harry Potter шығара бастаған кезде мен көп шырылдай бастадым. Жан жақта менің таныстарымда бәрі шыға бастады. Неге қазақша балаларға арналған әдебиет жоқ сапалы? Неліктен жоқ деп, сөйтіп көп айтқаннан кейін жан жақтан біз айттық, жоқ деген кезде мемлекет құлақ аса бастады. 2021 жылы балалар әдебиет жылы қылып жариялады. 21 ма 20 жыл меді есімде жоқ, осы 2 жылдың бірінде. Сіз айттыңыз, мен айтқаннан кейін 1 жылдан кейін. Иә, біз сол жаңа Harry Potter оның алдында кітаптарымыз шығара бастаған кейін мен қайта айтқаным осы, қазақша балаларға арналған сапалы кітап жоқ. Кітап түгіл интертейнменттің өзі жоқ. Енді ютубте де қазір жаңадан басталып жатыр. Қазір жан жақты әдемі жобалар басталып жатыр. Жоқ деп айтпаймын, қазір бар. Бірақ ол кезде жоқ болды. Шынымен де өте аз болды. Сирек кездесетін сол кезде. Содан кейін осындай шаралар бастала бастады. Мемлекетте осындай тыңдай бастады. Одан кейін жаңағы білім министрі, сол кезде білім министрі болған Асхат Аймағамбетовтің оқуға құштар бағдарламасы деген басталды. Ол кісі бастап кетті да, бастап әдемі енді жүргізе бастайын деген кезде ол кісі жұмыстан шығып парламент мәжіліске кетті. Енді ол жоба жалғасып жатыр. Жаңадан іске асып, енді барып жатыр. Мектептерге енді биыл жаздан бастап кітаптарды алып таратылады деген естіп жатырмыз. Бұйырса, лайым солай болса екен деген тілегіміз бар. Ауылдық мектептерге алдында сіз... Егер мысалы ата-аналар көрсеңіздер, мектепте осындай әдемі кітаптар жоқ болса, ата-аналар бәрі барып, кітапханашы мектептің директорына барып талап етуге болады. Біздің балаларымыз, өйткені мына кітаптар көбі қымбат. Ауылдағы балалардың, жаңа ата-аналарының бұны сатып алмайды бәрін. Кітаптың шамасы жетпейді, өзінің басқа приоритеттер бар. Сол кезде бала қайту керек дегенде, сол жергілікті мектепте кітапхана, немесе мектептің ішінде кітапханадан бұл кітаптарды алып оқуға тиісті. Мен былтыр біз кенже ұлымызбен осы Алматыдағы біз қазақ тілді мектеппіз деген өзінен солай заявлять еткен жеке мектепке барды, кітапханасы бар екен. Оның ішінде кітап аз. Бұл кітаптар жоқ және жалпы кітап аз. Яғни қазақ тілді мектеппіз, жеке мектеппіз деп кітапханасы бар да, ішінде мынандай аз ғана бір екі кітаптар тұр да. Ондай бір не таңдау жоқ. Сондықтан да оқырмандарының арасында осы жерде ата-аналар, неважно, жеке мектеп болсын, мемлекеттік мектеп болсын, өздеріңіздің кітапханаларыңыздан осы Степенволд баспасының кітаптарын сұратсаңыздар болады. Сұрап, талап етіңіздер міндетті түрде. Сіз қазір тек балаларға жасап жатсыз ғой. Жалпы үлкендерге жасаймын деген ойыңыз бар ма? Үлкендерге арналған кітап шығарамын деген ойыңыз бар ма? Жалпы біздің миссиямыз әлем әдебиетін қазақ тіліне аудару. Бізге жаңағы балалар әдебиетін шығару жақын болғандықтан мен өзім ана ретінде балалар әдебиетіне көп бет бұрып кетемін да. Дегенмен ересектерге арналған әдемі кітаптарымыз бар. Норвег орманы, Харуки Муракамидің керемет шедевр. Элиф Шафақтың махаббаттың 40 қағидасы деген керемет әдемі. Ол да бар менде. Кітап бар. Ары қарай жаңа мотивациялық бизнес жағынан әдемі кітаптарымыз бар. Бізде жоқ емес. Су болсын деген керемет кітаптар бар. Бұл кітаптар шығарған кезде жаңағындай бір жүрекке әсер ететін тақырыптарда бәрі. Жаңа Мураками болса, жаңа меланхолия не деген, әсіресе мына пандемиядан кейін өте керек болды бізге осындай кітапты оқу. Элиф Шафақ рухани. Жаңа өзіңді рухани қалай байытасың, қалай түсінесің, бәрін қабылдай білу деген осындай key месседждер бар. Су болсын деген кітабымызда бұл жаңағы суды қалай дұрыс пайдаланамыз дегендей танымдық кітап. Ары қарай тағы көптеген әдемі кітаптарымыз бар. Рұқсатын алып қойған, ересектерге арналған көркем әдебиет бар.
алдымызда шығатын енді Harvard Business Review'дің кітаптары бар, бизнес тақырыптағы кітаптар. Бұл негізі қосымша сала болып саналады сіздерде. Бастысы сол балаларға арналған. Негізгісі балаларға арналған әдебиет, дегенмен ересектерге де арналған көп деген кітаптарды шығарамыз. Бұл жерде айта кетерлік нәрсе, біз кітаптарды жылдам шығара алмаймыз. Яғни кітаптар жасалып жатыр. Ол шығу үшін жарты жыл керек деген сияқты, немесе 1 жыл керек. Енді алдағы жазғы тамам әдемі кітаптарымыз шығады. Қазір өте әдемі бір ересектерге арналған роман шығады, Нобелевский премия алған Иво Андриштің Дрина көпірі деген. Бұл жаңағындай Европа мен шығыстың арасындағы цивилизационный қақтығыс туралы роман. Жаңа Елif Шафақтікі сияқты. Біздің аудиторияға күшті болатын керемет. Бұл әңгімені Таласбек Әсемқұлов марқұм аударып кеткен болатын. 11 жыл бұрын болды екен. Зира апайдан нақтылап сұрау керек. Осы Зира апайымыздың ұсынысы бойынша осы кітапты биыл жақында енді шығарамыз. Күтеміз. Тағы да қазақстандық авторлардың кітаптары бола ма? Қазақстандық авторлардың кітаптары болады. Бұйырса, ол жылдың келесі жартысында біз стратегический план шығарамыз. Кімді шығарамыз деген, яғни шықпай жүрген, танылмай жүрген керемет авторлар бар. Соларды шығарамыз керек. Өйткені мен оны таңдай алмаймын, бірақ біздің командада өте әдемі мықты жаңадан адамдар келді. Солар таңдап береді деп ойлаймын. Таңдағаннан кейін мен оларға сенемін. Содан кейін тамаша бір жаңа туындылар шығатын шығар деп ойлаймын. Сіздің жалпы осы баспа бизнесіңіздің басталмасы туралы айтып жатсыз ғой. Оның артында үлкен зерттеме жұмыстар болды, дайындық болды. Жалпы басқа да осы қазір біздің көрермендердің ортасында кәсіпкерлер бар шығар, кәсіп ашамын деген адамдар бар шығар. Басында айтып кеттік осы проблеманы. Бізде мемлекетте баспа саласын ешкім кәсіп ретінде, бизнес ретінде қарастырмайды. Яғни ол жерде ақша жоқ деп ойлайды. Тағы да басқа. Сіздің ойыңыз, баспа саласы ол бизнес па, және ол жерде ақша бар ма, оның арғарайғы дамуы, болашағы қандай, сол туралы өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз. Баспа индустриясы әлемде 80 миллиардтың обороты бар, сондай бизнес. Яғни бұл үлкен бизнес. Бізде әйел кәсіпкерлерге қараған көзқарас қалай болады деген кезде, балаларға арналып кітап шығарып жүр, мынандай әдемі суреттер бар, мынандай серьезно қабылдамайды. Бұл бір не дейді ғой, мынандай благотворительность, сондай жұмыс ретінде қарайды. Ал шын мәнінде қарасақ, бұл өте әлеуметтік маңызы зор бизнес. Кішкентай бизнестен бастаған, қазір енді орта деңгейге таяп жатырмыз, әлі таяғанда жоқпыз, енді кішкентай деп айтуға болады әлде. Өте мынандай маңызы зор, қоғамға ықпалы зор бизнес. Креативті экономиканы дамытушы. Креативті экономиканың ең маңызды бөлшектерінің бірі кітап индустриясы. Біз өйткені креативті экономика дегенде біз бірінші қарайтынымыз музыка, ол клиптар, ол бір өнер жағда кітапты қарастырмайды екенбіз. Біз осы бағдарламаға дайындалған кезде, бұл контент қой, дайындалған кезде Россия осы кітап қарасақ креативті экономиканың ол да бір саласы екен ғой деген сондай ой келді да. Соған қарағанда жалпы қалай ойлайсыз, қазақ кәсіпкерлері баспа бизнесіне әлі келетін болса, нишаны әлі де бос деп ойлайсыз ба? Ниша әлі бос. Баспагерлер жаңадан қайтадан осындай жаңғыртып баспа ісіне кіру керек. Әлі шығарылмай тұрған қаншама кітап бар. Тек қана айтатын дүнием для галочки емес, шынымен де сапалы мәтін шығару керек. Егер өздеріңіз жазсаңыз да мәтін сапалы болсын, аударма болса мәтін толағай сапалы болсын. Өйткені жылдам шығарамыз деп сапасын кетіріп алатындар өте көп. Сол аудармадан кетеді көп. Түсініксіз болып кетеді. Бізде мысалы алғаш мен баспа ісін бастаған кезде көп айтқан адамдар маған кітапты ашамыз, түсінбейміз дейді. Жаңа өзіңіз алдында айтып кеттіңіз ба? Әдемі парақтары бар, иллюстрациясы күшті, фотосуреттері бар, түр-түрмен жасалған, қалың сырты алтындалған әдемі кітаптар көп. Ашасың, оқылмайды.
оқылмайды, иә, түсінбеймін. қиын, иә. бірақ кітап оқу деген ол энтертейнменттің бір түрі. Бір жағынан энтертейнмент, яғни өзің әдемі бос уақытыңды өткізесің, внимание ұстап қалу керек. Екінші жағынан білім береді. Тек бос Инстаграм мен ТикТокта отырғанша. Мен қазір сол әр тікелей эфирімде міндетті түрде кітап көрсетемін. Мына кітап алдым, осындай деген сияқты көбіне осы Степенволд баспасының кітаптарын көрсетемін. Енді былай сіздің осы кәсібіңізді, жұмысыңызды ағартушылық жұмыс деп айтуға болады ғой. Рас, ағартушылық жұмыс бұл кәдімгі миссия. Біздің баспадағы біздің командамыз толық түсінеді. Қандай миссия екен, қандай ауыр жұмыс екен, олар бәрі біледі. Сондықтан біз мысалы баспадағы әрбір адамға мысалы жай сен редактор болсаң, редактор бол, бірақ сен күн келсе, мысалы қандай бір жағдаймен болса, сен сатуға да кіріп кетесің. Сен басқа жұмысқа да кіріп істей алатын болуға тиістісің. Өйткені миссия бір. Сен егер кітап шығарып жатсаң, сол кітабыңды таныстырып айтып беруге тиістісің. Иә. Сөйтіп біз жұмысты нетпейміз, бөлмейміз. Сосын сіз 2017 жылдан бастап осы бизнестесіз ғой. Инвестицияның барлығы сізден болып жатыр ма әлі күнге дейін, немесе может быть инвесторларыңыз бар, қалай бастадыңыз? Негізі қандай? Негізі қиын бизнес қой, өте қиын бизнес. Иә, қарап отырсаң, бұл баяғыда біздің редакторымыз Наска айтқан болатын, люкс бизнес деп. Шынымен бұл люксовый бизнес. Өйткені шығыны өте көп. Бұны кітаптарымыз шығып жатыр деген, яғни ақталып жатыр деген сөз. Біз әрбір шыққан шығыны пайдасынан шығын шығып, бұдан кейін пайдасы келгеннен кейін келесі кітапты шығарамыз. Күтесіздер, возврат инвестиция бір жылдай? Бұл ұзақ мерзімді бизнес инвестиция. Одан стабильный инвестиция. Инвестицияның 2-3 түрі бар ғой. Яғни high risk, high return дейміз, рискс жоғар, одан кейін жылда пайдасы да молырақ деген сияқты. Ондай бизнес емес. Бұл кәдімгі ұзақ мерзімді стабильный, алтын қағазға салып қоясың ғой, алтын ұстап отырасың, немесе басқа сондай инвестиционный пакеттер ұстап отырасың ғой, дәл сол сияқты ұзақ мерзімді стабильный бизнес. Яғни бұл жылдан өтетін жаңағы fast moving goods дейміз ғой, шампунь бар, нан бар, ішіп жем сияқты, сондай бизнес емес. Бұл бөлек бизнес. Бұл бизнес істеу үшін өте көп шыдамды болу керек. Шыдамды қатты талап ететін сондай креативный экономикадағы өте маңызды бизнес. Енді жаңа айтадық қой, бұл ағартушылық саласы, бұл бизнес, еще ағартушылық. Бұл ұзақ жылдарға жасалынатын бизнесті. 2 жыл істедік, ақша тақтағаннан кейін ақшаны шығарамыз да кетеміз деген нәрсе емес. Бұл үлкен стратегиялық, үлкен миссиясы бар бизнес қой. Жалпы ағартушылық. Енді былай қарап отырсақ, осынша мысалы жаңа Монғолияда жаңағыдай сіз қоғамда белсенді болдыңыз, басқа да фэшнде де жасап көрдіңіз. Но былай қарасақ, сіз үнемі білім аласыз, жаңа бірдеңе үйренесіз, және соны біліммен бөлісесіз, ағартушылық. Кітаптан басқа осындай ағартушылық миссияңызды тағы да қандай салалардан көресіз? Медиа саласында әлі бос нишалар өте көп. Профессиональный медиа дейміз ғой. Жаңа сіздің де қазір жасап отырғаныңыз медиа бұл. Ниша бос әлі. Істейтін дүние өте көп. Сондықтан медиада жасайтыныз өте көп. Әсіресе сапалы контент өткенде хабардағы шыққан кризистен кейін айтарым давлением бірден көтеріледі ойлаған кезде ше. Жеке меншік өте сапалы медиа продюсерлік сондай топтар көбірек ашылса, жаңағы бұл да баспагерлік сияқты, ол өте маңызды. Ол үлкен, ол да жаңағы продюсерлік орталықтарды қазақша мультфильм жасаңызшы. Мультфильмдерді бәрін біз жасай алмаймыз. Әрине арман көп, оның бәрін де істегіміз келеді. Мысалы мен кітап көрмелеріне барамын, жан жаққа барамын, бізге партнерларымыз күнде каталогтарын жіберіп тұрады, мынаны аудар, ананы аудар деген сияқты керемет болып жатыр дегендей бәрін аударғың келеді, бірақ бәрін өзің жалғыз істей алмайсың. Сол себепті мен мысалы жаңадан баспагер боламын дегендерге менторство жасаймын. Мысалы мен қазір ментиім бар.
Ол екеуміз бірігіп кітап шығарып жатырмыз. Балалар әдебиетін бастап жатыр кішкентай. Мен айтамын, істе, мен көмектесем, әрбір қадамыңа көмектесіп қарап айтып беремін. Тамаша. Керек болған кезде ертіп жүремін. Менде жасырар ештеме жоқ, шынымен де мен өзімнің барлық әріптестеріме не білем, соны айтып беремін. Мысалы қазір енді жаңағы Франкфуртке сияқты көптеген жаңа стипендиялар, гранттар шығып жатыр, басқа жаққа да шығып жатады. Мүмкіндігімше бәрін айтып беремін. Яғни мен не жақсы көремін дегенде, мен мүмкіндік ашқанды адамдарға мына есік ашып берген жақсы көремін. Яғни мен өзім ғана отырып мынаны істесем, менен басқа адам істемесе екен деген ойда болмаймын. Мықты. Бұл өте жақсы бір қасиет. Сондықтан да баспа бизнесмен танысам дейтіндер сізге хабарласып, сізге дайректке жазып. Маған хабарласып, Инстаграмда дайректке жазып, сонымен ары қарай. Бірақ намерение шынайы болу керек, өйткені бұл ауыр бизнес. Істеймін деген, нақты істеймін деген адамдар жазу керек. Розаға берем дегенсіз, айта кетсеңіз. Сыйлыққа. Мына кітап «Мама» деген кітап. Элен Дейфош, Квентин Гребан деген бельгиялық автор мен жазушы екеуі бірлесіп жасаған кітап. Керемет. Бұл ана болудың қасиеттерін көрсеткен да. Қиындықтары, қуанышты кезеңі, қорқынышы деген сияқты барлық үрейі болсын, болашаққа деген үміті. Әлемде қандай ана болсын, бәрінің сезімі бірдей. Уайымы бірдей. Соны көрсететін әдемі кітап. Барлық аналардың өзінің бір үстелінде, сөресінде болуға тиісті кітап деп ойлаймын бұны. Суреттерді, иллюстрациясы керемет. Аударған бұны Зәуре мен Сәуле Батаева деген апалы сіңілі, керемет апайларымыз. Сол кісілер осыны сізге берейін деген. Өйткені біз әйел адамбыз, анамыз, жауапкершілігіміз өте жоғары, өте көп, жүгіміз өте ауыр. Сондықтан әрбір кезеңде бір отырып рефлексия жасау керек та, пауза алып, бір 5 минут болсын да, содан кейін осыны оққан кезде бір ерекше әсер алып, мүмкін бір жылап аласыз. Мүмкін қуанасыз. Расында әйел бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлем тербетеді дейді. Мен ойлаймын, сіз сондай әйелдердің бірісіз. Доказательство. Сондай әйелдердің образы көрінсіз, яғни осындай ауыр бизнесті, жақсы бизнесті, бірақ жаңа айтқандай өзінің жүгі бар бизнесті жасау, 4 баланың анасы болу, бұл үлкен жауапкершілік және үлкен бір жағынан бақыт. Бақыт, оны сен жоққа шығара алмайсың. Қуаныштымын осылай бүгін келіп өзіңіз туралы айтып бергеніңізге, іштеңіңізді ақтарып, осы сізге қойылмаған қандай сұрақ бар? Енді білмеймін, сұрақ болса мүмкін жазарсыздар комментарийға. Мен бар мүмкіндігімше жауап беремін соның бәріне. Бізде де сізге кішігірім сыйлығымыз бар. Осы көзқарас подкастын біздің достарымыз кішкентай мерч жасадық, және мынау біздің достарымыз Вафлдан. Вафл тәттілері, балаларыңызбен үйде шай ішесіз. Не керемет, рахмет. Және біздің мерч. Білесіз, бізге мәтін жазған еңлік, еркіндікке керек теңдік деп. Мен де фанатымын еңліктің. Еңлік, привет. Каждый раз енді әр выпускта еңлік деп есімізге түсіріп отырамыз. Рахмет келгеніңізге. Қуаныштымыз. Құрметті оқырман, бүгін Райса ханымға сіздердің ойыңызша біз қандай сұрақ қоймадық, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Мен отырып жауап берем, Райса ханым отырып жауап берер. Одан бөлек, егер сізге көзқарас подкаст қызық болатын болса, міндетті түрде каналға жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Рахмет. Сау болыңыздар. Әртүрлі көзқарас, адамға болмақас, бостандық үшін сен санай. Тегерек теңдік, еркіндік тегерек